Республика көлемінде өтіп жатқан 25 қарашадан бастап 10 желтоқсан аралығында зорлық-зомбылықсыз 16 күн белсенділік акциясы өтіп жатыр. Акцияның ең бірінші мақсаты отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу. Отбасылық құндылықты дәріптеу мақсатында халыққа отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу мақсатында түсіндірме жұмыстары кеңінен жүргізіліп жатыр. Ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің отбасы саласындағы құқық бұзушылықтарға қатысты өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Сол ақпаратты кейбір халық білмейді, сондықтан оларға түсіндірме жұмыс кеңінен жүргізіп жатыр. Егер де отбасында тұрмыстық зорлық-зомбылық орын алған жағдайда 102 операторына полицияға жүгінген жағдайда ол азаматшалардың арызы қабылданбай-ақ шақырту бойынша іс құжаттар жиналып сотқа жолданады. Оларды тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заңның 20 бабына сәйкес құқық бұзушы тұлғаны 1 ай есепке қорғау нұсқамасы есебіне қойып, аптасына 1 рет тексеріліп тұрады. Профилактикалық сұхбат жүргізіліп отырады. Қолайсыз отбасыға келетін болсақ, халық болғасын, тұрғын болғасын ондай болып тұрады. Зорлық-зомбылықсыз 16 күн белсенділік іс-шарасы аясында қазіргі таңда полиция участковыйларымен бірлесе отырып, әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтан қорғау тобының инспекторы мен Аманат партиясының өкілдері, сосын отбасы және халықты қорғау комиссиясы солармен бірлесе отырып, білім бөлімінің, прокуратура, сот, телевидение қызметкерлері өкілдерімен бірлесе отырып, іс-шара ұйымдастырып жүргізіп жатырмыз.